Мен дамплексін көрге дайындықтар бар, мен дамплексін қызға олмай ішесі бар. Мен жасаймын. Ана қойшы, мен жасаймын. Барлықтарына сәлем достар. Достар, бүгін бізде өте қызықты видео болайын деп тұр. Қандай видео? Біз бүгін дамплингс жасаймыз, иә? Я, біз бүгін дамплинг жасаймыз. Және де бізде осы каналда алдыңғы видеоларды қарап кеттіңіздер. Сол видеоның біреуінде біз дамплингті жырттық. Сондықтан да біздің каналға кіріп, сол видеоны дамплинг туралы бүкіл видеоны қарап, просмотрын көбейтіп, лайк басып кеттіңіздер. Ал ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз сіздерге дамплинг жасауды үйретеміз. Және де сатып алмай, біз осылай өзіміз қолымызда дамплинг істейміз, иә? Біз, достар, осындай шар сатып алдық. Осындай көп әртүрлі түсті. Әнсі қандай түсті? Достар, мынандай суреті болса, арғы... Я, ба, теріс қарап қарсаңыздар. Теріс қарап. Ма, сен розовый жаса, мен... Достар, Раяна розовый жасайды, ма, және мен фиолетовый жасайды. Раяна, сен сулый жасайсың ба ішіне? Достар, мен ішінен андай дән құйып жасайтын боламын. Бидай. Бидай ма, не бұл? Достар, бидай. Көп ақшаларыңызды кетіріп, дамплинг санаңыздар өтші ба қолдарыңыздан істеңіздер. Әрі қолдың моторикасы деймін, не деді қолдарыңыз? Осылай істеп қойды, осылай күшті. Әсіресе кішкентай балдарыңызға осылай қасында отырып жасатқызсаңыздар, оларға өте қызық болады. Негізі дамуына да миының дамуына да үлес қосады ғой, мынау нелер. Майда қолмен саусақпен жұмыс жасайды да. Дәурен, сен ішін су құйып жасайсың, мен дәм құйып жасаймын. Мен дәм құйып жасайыншы. Мен жасайыншы, мен суы дайындап қойып. Мен жасаймын. Райна қойшы, мен жасаймын. Достар, ақыр мен жасайтын болдым. Екеуің бірге жасайсаңдар. Мен мақым екеуің. Давай. Şu söylemiş mi anne? Özüm cesalarını. Bu sıra yana kırspı özüm cesalarını. Kalsızatını da kırspı. Dostlar, короче, мынау ішіне су төгіліп кетпеу үшін мынаны үрлеп осылай әдемілеп дәуіп қалады да, кішкене ет та, сондықтан да су кенейтіп. Мен ойладым оны. Молодец, басың істейді екен. Мен үрлеп қалай оның үшін сұғиясын деп тұрмын ғой. Мына іші дәуіден дандай қылып кетпейді болады, сұртма. Райна, ішіне су құйып әкеш. Достар, қарабыздарда іште су бар. Ішін суға тауып кеткен осылай дауыс шығады, Кән. Достар, сіздерде де осындай суға тойып кетсеңдер, осындай дауыс шықса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ой, Райна, су шашырап отыр, достар. Не істеу? Короче, біз мынаны суға толтыратын боламыз. Я кішкене су не істеп жүрмін. Содан үрлеп көрші қалай олар. Кішкене дәуді ішіне сықпайды. Достар, короче, менің дамплингсім дайын болды, кішкене андай. Осындай болып қалды, бірақ біз қазір аяғын кесіп. Біз, короче, аяғын кесіп, ішіне салып, короче, осылай. Сіздер бізде сатып алыңыздар, ішін ашқанда осындай дамплинг шығады. Бірақ біз бұны дополнительно осылай көзін сіздер дамплинг сияқты қылатын боламыз. Сондықтан да күшті болады. Үйтіп жасамайды ғой, үрлейсің ғой, Райна. Достар, короче, біз қазір бір қателігіміз варенкамен істемегеніміз болып тұр. Сонда сіздер істейтін болсаңыздар, варенкамен істеңіздер, мынандай мөл, аңдай сіздерге. Көзімізден осы төгіп кете береді. Достар, біз, короче, мынау жақсы не істеу үшін еще ішіне кішкене крем қоямыз, чтобы ішіндегі жақсы мажу үшін. Крем дегенде сабын қоямыз, жетіп кеше. Сондай оға ма? Ондай қат деймей, өзім шығарып алғым сондай. Бартанынан қараңыздар, үлесін ішінде тұр ғойны. Короче, енді ішінен де жидке сабын қойып көріңіз, бірақ әлі толтыруымыз керек, я тағы да. Көп толтыруымыз керек, я? Ой. Жидке сабын. Бұны бізде шар кішкентай қалғаннан кейін ба, симай атыршы. Мен скотчпен жасып қойымыз, бүйтіп тұрады көзі. Достар, бізде, короче, мыналар біртірлі, мынандай болып қалды. Дамплингске ұқсамай, короче, мынау күшті мажыратын болды да, бірақ дамплингске ұқсамай қалды. Сондықтан да біз, короче, ютубтан бір лайфхак көрдік. И сол шын ба, өтірік па көрейін деп. Мен бұны ютубтан көрмедім, өзім ойладым. Өзіңіз ойладым. Иә.
Мен айттым ғой, өзім ойлап тауып осы айттым ғой Так что біздің қазір. авторский лайфхакымызды қараңыздар. Жіппен байлап көріп, и потом оны теріс қаратады да шарды. Сол кезде ол дамплингке ұқсауы мүмкін формасы. Достар, біз, короче, байлап біттік. Соңғы әсемізді. Финиш. Қырқа сал ар жағын. Жіптің ар жағын. Достар, бұны үлкендермен істеңдер. Екі адаммен десе, ештеме етпейді. Екі адаммен істеу керек. Мен өзірін андай, оны прям Айттым ғой саған пельменге ұқсайды Айттыңыз деп. ба біз әлі? Иә. Мен білемін достар. Көріңіз ба достар, істегенім видеоның соңында қазір біріншісін осыны істеп болғанын айтатын боламыз. Достар, короче, біз біріншіден үрлеп кішкене дәуетіп аламыз деп ойлап дұрыс едім, жаман кіші деп қалды. Неге ше дұрыс емес па ше? Кішкентай болып қалады қазір. Бөлесе. Көп қой бөлесе еле. Үлкен қылып. Болды ана жер жарып кетпесін. Жіппен байлаған жер. Дағы істі отырыпшы, мен салайын да онда. Қараңыздар достар, мынан. Оны мен істедім. Күшті екен мұжған кезде. Одан қарасай, ағырке көрінеді екен бұлай. Күшті мұжлады екен. Достар, келесіде біз одан да күшті жасау үшін орбис сатып аламыз, сондай армен жасайтын боламыз. Сондықтан да бұл видеоны 10 мың емес 100 мың просмотрға жеткізуге. 10 мыңнан асырсаңыздар жасаймыз. Болмаса достар, біз еткен қазір қатты актив емес, біз енді түсіріп келе жатырмық. Енді дегенде түсіріп жүргенімізде 4 жыл болды. Сондықтан да Бірақ арасында түсірмей қойып жүріп, ақпатымыз түсіп кетіп жатыр десе. Достар, біз әрең дегенде осылай Қарасаңыздар достар. Достар, маман айтқан лайфхакы өзінің авторский лайфхакы дұрыс болып шықты, сондықтан да дұрыстап. Тура манты болған ғой. Тура мынандай манты болған ғой. Жұртқа мыла салу керек болған. Жоқ, керек жоқ. жоқ. Жоқ, емес салуым керек жоқ. Енді мына жағын байлап, қазір мантыге ұқсатып көреміз. Жүріп кетеді сияқты ше, как-то ұшына кеткен. Жоқ, міне. Дамплингстің шашы ойнауыз. Дамплингсін андай. Күшті. Достар, маңғарадан қарасаңыздар. Ұнмен істеу керек екен. И негізі ұнмен емес, немен істеу керек? Крахмалмен істеу керек. Қараңыздар, кәдімгідей тура дампликс болып қалыңыздар. Достар, ең астынан слишком қырып жемеңіздер. Күшті болды ғой, еще сарпыз. Бұл бізде қараңыздар. Әртүрлі пішінде қараңыздар. Сонымен енді немен істеу керек екен? Достар, сонымен осындайды бізде крахмалмен істеңіздер, себебі бізде крахмал болғаннан кейін ұнмен істедіңіз, ұнмен істемей-ақ қойыңыздар. Ұнмен де нормально, бірақ крахмалмен істесеңіздер былай прям күшті болып созылады. Міне, және де біздің астынан тағы бір сары жіппен байладық, чтобы опасно болмау үшін, яғни төгіп кетпес үшін. И енді біз қазір көзін істейтін боламыз. Переходсақ, давайте, бір, екі, мен, короче, уже көзін созып бастадым, достар. Көзін созып қиындау екен, түзу қалып. Мен ролик айдауға кетемін, достар. Ролик туралы видеомды көріңіздер, десей. Иә, ролик туралы видео өте қызық болып жатыр. Я, достар, каналға Раяна новый әдемі ролик алды. Қандай цветтекті айтпаймын, сондықтан да каналға кіріп, қарап кетіңіздер. Достар, бұл видеода біз не только анандай манты істеп, пияз істеппіз, осылай жұмыртқа істеппіз, қараңыздар. Маман сызған десе. Новый мамина производство болды, достар. Бізде сатып алатын болсаңыздар, сол жұмыртқадан дамплингтер біздің каналға жекемізге жазыңыздар десе. Қараңыздар, осындай өте-өте біртүрлі дамплингтер іше саламызда сіздерге салып жіберетін боламыз. Достар, или болмасам біз оқырмандарымыз арасында бізге прям жақсы не істеп жатқандарға біздің артымыздан қолымызды қойып деп шеп тамақ. Достар, көруге дайынсыздар ма? Бұл бірақ қыз или ол. Не деп ойлайсыздар? 1, 2, 3. Бұл енді қыз. Бұны мен боядым. Аяқтарында бөлелер осындай дамплингс қыз. Қыз дамплингс па ол? Иә. Мұны жұмсақ қой. Ол бидаймен жасалған, көрсетші маған. Міне Раянан жасаған достар. Қараңыздар. Жаңа айтып жатқанымыз Раянаның өзі жасады. Өзі сызды.
Қара, көзі дәу болады екен бітсің. Ya. Маманка дамплингс па өзі? Кәдімгі кімдерші? Менікі жұмыртқа. Менікі жұмыртқа болған ғой. Достар қазір үшеуміздің жасаған. Зато менікі қара я, аузын қарсы. Мына қара. Зато менікі де күшті екен қара. Ya күшті Мен ғой. ішіне сумен жасалған бұл. Менікін көруге дайынсыздар ма достар? Достар, мен дампликсін көруге дайынсыздар ма? Мен дампликсім қыз ба? Олма комментар жазыңыздар. Алыншы. Бұл әрине қыз. Күшті. Вау, бантигі бар. Мен ойыма түспеді, ол бантигі бар. Вот, достар, осындай әдемі дампликс шықты менде. Сонымен маманың қараңыздар. Мынау маманыңкі. Жоқ, мен негізі маман идеясы, ол маманікі ғой. Мынандай достарынан қараңыздар, менде осындай әдемі күшті дамплинг шықты. Қараңыздар. Еш тура дамплинг сияқты қой, көзім жақын Бантигін көрсетші. Бантигін қараңыздар. Көздері. Қараңыздар, өте әдемі. Күшті жасап қойсың ғой. Сары балдар болады ғой, баланың басы сондай күшті. Сары балапанчиктер ма? Балапандардың басы сияқты. Екінші дамплингсін. Енді достар, біздің каналда кімнің дамплингсін ұнатса, комментарий жазып кетіңіздер, я? Бетін шымшығандай болады екенсің, не жерден қарсы? Бетін шымшыған. Достар, короче, прям күшті. Салып көрші оның ішіне. Қолдан жасауға. Мінекей. Осылай бізде үшеуміздің дампликсіміздің маманкі, раянанкі және ағыркенкі деп кімдік ұнаса сол комментария жазып кетіңіздер. Алыншы біздің каналда видео ұнаса каналға тіркеліп, Лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Алыншы барлықтарыңызға сау болыңыздар.